егер мен біреуді сүйемін, немесе мен осы нәрсені сүйемін, мен осы нәрсені жақсы көремін, себебі деп айтатын болсақ, онда ол сүйіспеншілік емес. Себебі сүйіспеншілік ешқашан логикаға сыймайды. Сүйіспеншілікті, шынайы, нағыз сүйіспеншілікті логикаға сыйғызып, оны рационалды түрде түсіндіру мүмкін емес. Ол шын жүректен емес деген сөз. Егер мен былай айтсам, сен қазір жас жігітсің, мысалы сен айтсаң, мен мына қызды жақсы көремін, себебі ол әдемі, ақылды, сөйлегені дұрыс, істегені жақсы, сондықтан мен жақсы көремін. Ал егер ол әдемі болмаса шы, егер ол мінезі жаман болса шы, мен оны жақсы көремін бе, жоқ па? Яғни бұл шартты сүйіспеншілік, Ал Құдайдың бізді сүйетіні ол біздің балаға деген сүйіспеншілігіміз сияқты. Мен мысалы өзім баламды, өзімнің балаларымды, ол әдемі болса да, болмаса да, оның мінезі жақсы болса да, болмаса да, ол сау болса да, ол ауру болса да, еш нәрсеге қарамастан жақсы көремін. Ол менің баламның, ол қандай екендігін бұл жерде еш қатысы жоқ. Менің баламның осындай болғаны немесе былай болғаны мені оны сүюге қалай ешбір себепкер емес. Мен өзім баламды сүйетін себебі, ең бірінші себебі мен үшін. Мен сондаймын. Ол менің балам себебі. Сондықтан да Құдай бізді осылай сүйгендіктен біз әдейі күнә жасаған кезде де ол бізді өзінің рақымдылығына бола, өзінің сүйіспеншілігіне бола, біз сол күнәдан арылтып тазартады. Сондықтан біз жаңағы Жохан жазған нұсқа бар 3:16 көп айта береміз. Себебі Құдай адамзат өте қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз ұлын құрбандыққа берді. Сәлем достар, киелі кітап әңгімелері подкаст каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге алдыңғы подкасттарда екінші, үшінші тарауды сіздермен бірге талқылаған болатынбыз. Ол жерде біз Құдайға деген ризашылық білдіру арқылы құрбандықтарымызды туралы сөйлескенбіз. Ал бүгінгі таңда біз сіздермен бірге 4-ші тарау мен 5-ші тарауды Талант мырзамен бірге талқылайтын боламыз. Талант мырза, қош келдіңіз. Жалпы осы 4-ші тарауды мен оқыған кезде жаратқан ие, 1-ші аяттан бастап оқитын болсақ, жаратқан ие Мұсаға тағы былай деп те бұйырды. Исраил халқына мынаны айт: егер бір адам жаратқан ие тыйым салынған бір нәрсені істеп, абайсызда күнә жасап қойған болса, ол былай істеу керек дейді. Енді бүгінгі подкаст жалпы осы туралы болады. Егер Құдай тағайындаған діни қызметкер күнә жасап қойған болса, ол мұнысы арқылы бүкіл халықты да айыпты етеді дейді. Енді сізге сұрақ: неге, неліктен Құдай тағайындаған қызметкер, ол бір жеке тұлға болса да, бүкіл қауымды айыпты етеді? Біріншіден осы каналдың барлық көрермендеріне сәлем. Ұлан, өзіңе де сәлем. Енді сен қойып отырған сұрақша, неге жаңағы халықтың жаңағы діни қызметкер өзінің жасаған күнәсі үшін неге бүкіл халықты Құдайдың алдында кінәлі қылады деген сұрақ. Бірақ енді өкінішке орай, осы тура біздің үзіндіде, осы аят бойынша, текст бойынша, мәтінде бізге бұл сұрақтың жауабы берілмеген. Бізге мынандай бірде бір аят жоқ киелі кітапта, осы 4-ші тараудың ешбір жерінде діни қызметкер өзінің күнәсі, өзі күнә жасап қойса, оның кесірінен бүкіл халықты айыпты болады, оның себебі мынандай деген бізде ондай түсіндірме аяттар жоқ киелі кітаптың ішінде. Сондықтан біз тек қана жайым орысша айтады ғой, жаңағы жоқ, орысша емес, ағылшынша болады, бірақ қазақшасын айтуға тырысып көрейін. Енді айтады ғой, енді біз оны нақты біле алмаймыз да, біз тек өз ойымызды, өз тұжырымымызды ғана айта аламыз. Енді оның бірден бір себебі былай болуы мүмкін. Ол кезде киелі рух тек сол жаңағы діни қызметкерге ғана берілетін, немесе Құдай тағайындаған пайғамбарларға ғана берілетін. Құдай халықпен тікелей сөйлеспейтін. Сондықтан егер жаңағы діни қызметкер күнә жасап қойса, енді ол арамданып қалғандықтан Құдайдың алдына барып халықтың атынан сөйлейтін ешкім жоқ деген сөз. Сондықтан деп ойлаймын, бұл жерде текст бізге оны түсіндіріп айтпайды, бұл жай ғана менің өзімнің тұжырымдауым. Сондықтан да бүкіл халық әлі сол айыпты күйінде қала береді. Себебі былай болған ғой, халық әрдайым айыпты Құдайдың алдында, әрдайым күнәһар. Сондықтан Құдай мен халықтың арасындағы бір-біріне қарым-қатынас болу үшін, жаңағы олардың арасындағы ол діни қызметкер. Халықтың атынан барып Құдайға сөйлейді, және Құдайдың атынан келіп халыққа сөйлейтін. Сол көпір жаңағы бұзылып қалғандықтан, жаңағы бүкіл халықта жаңағы айыпты болып
болады сияқты. Иә, мысалға бүгінгі таңда да басшы қалай істейтін болса, ол бір күнә жасап сондай істейтін болса, басқа халықтар да оны көріп, соны істеген қайталау арқылы олар да күнәға батуы мүмкін деген сияқты мағына бере ме деп ойлаған ғой. Немесе бүгінгі таңда да бағушылар бар, немесе басқа да қызметкерлер жайында айтылып жатыр ғой бұл жерде. Сол қызметкерлерге жалпы қауым соларға қарап, олардың өміріне қарап үлгі алу керек деген сияқты да. Сол себепті де оларды басқа жаққа. Жоқ, ол бір жағынан иә, бірақ бір жағынан жоқ. Бір жағынан жоқ, себебі біз леуліктер ол күні өсиет кезі. Иса Мәсіхтің әлі келмей тұрған кезі. Сондықтан біз оны үйтіп қалай шатастырмауымыз керек. Екінші жағынан тура осы леуліктердің 4-ші тарау 22-ші аятында басшылар туралы сөз бар. Егер басшылардың бірі Құдай иесі тыйым салған бір нәрсені істеп абайсызда күнә жасап қойса, ол айыпты болады. Өзінің жасаған күнәсі туралы білгенде, ол бір мінсіз текені құрбандыққа алып келсін дейді. Бұл жерде жаңағы басшы егер өзі күнә жасап қойса, ол өзінің күнәсі үшін ғана жауап береді. Оның кесірінен жаңағы бүкіл халық айыпты болады деген сөз жоқ бұл жерде. Бірақ бүгінгі күні мысалы біз егер біздің басшыларымыздың біреу күнә жасап қойса, қауым жетекшісі немесе осы бағушылардың біреу күнә жасап қойса, онда бүкіл қауым оған жауапты бола ма жоқ па деген сұрақ. Бір жағынан болады. Ол былай, мысалы Мата жазған ісхабардың 18-ші тарауында бізге нақты жаңағы нұсқау берілген. Егер біреу саған өзіңе қарсы күнә жасап қойса, онда сен оған бір жеке айту керексің. Егер ол жаңағы күнәсін мойындаса, онда сен бауырласың тапқаның дейді. Егер ол күнәсін мойындамаса, онда 2-3 адамға барып айт дейді. 2-3 адам барып, жаңағы соған көзі жеткен куәгерлер барып, ол кісіні әшкерлеу керек, ол кісіге оның теріс жолдан қайт деп айту керек. Бірақ ол бәрібір өзінің дегенде тұрып күнәсін мойындамаса, онда бүкіл қауымның алдынан шығарып айту керек. Бүкіл қауым алдынан шығарып, егер ол кісі бәрібір жаңағы өзінің алғашқы айтқан адаммен жаңағы 2-3 куәгердің айтқан және бүкіл қауымның теріс жолынан қайт, мынауың дұрыс емес, мынау істеп жүрген күнә, мынауың Құдайға қарсы деген қабылдамай бәрібір өзінің дегенде тұрып алса, онда ондай адамды қауымнан шығарып таста дейді. Енді осы жерде жетекшінің мысалы егер өзі күнә жасап жүрсе қалай болады деген сұрақ қой. Яғни онда жетекшінің күнә жасап жүрген көріп тұрып, бірақ сол жайында үндемей қойса адамдар қауым мысалы күнә екенін біледі, оның дұрыс емес екенін біледі, бірақ бәрібір ол жетекші ғой, оған жетекшіге қарсы айтуға болмайды, оған қарсы сөйлеуге болмайды деп, бірақ оны күнә жасап жүргенін біледі. Солай істесе әрине қауым жауап береді. Енді және бұл бір жағынан екінші сұрақ мынандай ғой, бұл сұрақтың жаңағы тағы мынаны қамтиды, қауымның жетекшілігіне байланысты. Қауымды кім жетелейді? Мысалы кейбір деноминацияларда қауымды бір жетекші жетелейді. Бірақ кейбір деноминацияларда қауымды негізі кім былайша айтқанда басқарады, ол мысалы былай болуы мүмкін. Қауымды жетекші немесе бірнеше жетекші басқаруы мүмкін, немесе кейбір қауымдарда былай. Жетекшіні және қауымның ақсақалдарын қауым өзі тағайындайды, қауымның өз мүшелері тағайындайды. Яғни жетекші ақсақалдардың алдында жауап береді, ақсақалдар қауымның алдында жауап береді. Яғни бұл жерде көпшіліктің билігі, немесе демократия демекші. Кейбір қауымдар керісінше бөлек. Жаңағы жетекші өзі ақсақалдарды тағайындайды, олар жаңағы жетекші ақсақалдарды жетелейді, басқарады, және ақсақалдар бүкіл қауымды басқарады, жетелейді деген сияқты. Қалай болмаған күннің өзінде де, егер мысалы жетекшінің істеп жүрген күнәсіне көз жұмасақ, оны айтпасақ ол туралы, оны әшкерелемесек, онда қауым жауап береді деп ойлаймын. Дегенмен де бәрібір де әрбір адам өз күнәсі үшін өзі жауап беру керек деген, әркім өз күнәсі үшін өзі жауап беру керек, бірақ кітапта тағы мынандай да аят бар. Осы Езекиил пайғамбардың кітабында, осы өтірік айтпасам, қазір нақты аятын айтайын, 33-ші тарау 8-9 аяттарды ашып қарасақ, біз мынандай сөздерді оқимыз. Былай деді: егер мен зұлым жанға, ей зұлым адам, сен жазаңды тартып сөзсіз өлесің деген хабарымды өзің арқылы жіберсем, ал сен оны жаман істері жайлы ескертпесең, онда сол зұлым адам өз күнәсінің жазасын тартып өледі, бірақ сен оның өліміне кінәлі боласың. Оның төгілген қаны үшін мен сені жауапқа тартамын дейді. Ал егер сен сол әділетсіз адамға жаман істері жайлы ескертіп, ол бәрібір теріс жолынан қайтпаса, онда ол өз күнәсінің жазасын тартып өледі, бірақ сен өміріңді сақтап қаласың дейді. Яғни бұл аяттардан түсінетініміз,
бізге берілген бұйрықтардың бірі немесе бізге айтылған өсиеттердің бірі, егер біздің бауырласымыз күнә жасаса, біз оған барып сүйіспеншілікпен оған ескертуіміз керек. Біз оның жаңағы теріс жолдан қайтуына себепші болуымыз керек. Егер бірақ мен соны күнәні көріп тұрып басқа біреудің өмірінде, бірақ ол жайында үндемей қойсам, осы аяттарға сай, онда мен жаңа өзіме міндеттелген жауапкершілікті орындамай жатқаным. Иә, мысалға просто қазіргі таңдағы өмірді алып қарайтын болсақ, мынандай бір жағдайлар бар. Егер де менің бір туған туысқаным сотталып немесе бір қылмыспен сондай жағдай болатын болса, кейін мен госорганға немесе бірдеңеге жұмысқа кіре алмайды екенмін. Ол менің оған ешқандай кінәм жоқ мысалға. Бірақ та мен заңның алдында немесе мүлдем былай қарағанда басқа бір адамның кінәсі үшін менің өмірімде бір шектеулер бар. Немесе патшалықтардың кітабын оқыған кезде менде сол жерде жаңағы патшалардың күнәсі үшін Құдай бүкіл олардың әулетін, бүкіл бала шағасы мен туған туысқандар бәрі жазаланады сол жерде. Сол нәрсеге келетін сияқты әрбір адам өзінің жаңа қызметші, бұл жерде қызметші өзі бір жауапкершілікті сезіну үшін, тек қана өзі үшін ғана емес, бүкіл халық үшін, халықтың алдында жауапкершілікті сезіну үшін айтылған шығар деп ойлаймын. Дәл солай. Себебі мысалы кітапта осы көне өсиетте кеңінен қолданылатын сөздердің бірі ол мишпат. Мишпат дегеніміз жаңағы әділдікке негізделген қоғам дегенді білдіреді. Яғни мишпаттың ішінде ешбір кедей адам болмау керек. Егер оның ішінде кедей біреу болып қалса, жаңағы жағдай жақсы адам оған көмектесу керек. Жаңағы сол мишпаттың ішінде ол әділдікке мысалы ешкім шектен тыс жұмыс жасамау керек. Немесе әрбір қоғамда мысалы кейбір адамдар болады, жесірлер болады, жетімдер болады, және солардың да қамын ойлау керек. Егер мысалы бұл сенің өзіңнің егіндік жерің бар дейік, енді сол кезде енді аграрлық қоғам ғой. Жаңағы завод, фабрика деген жоқ. Мысалы сен әркім өзінің егіндіктен не табады, не өсіп шығады, сонымен өмір сүреді. Сонымен шыққан кезде жаңағы егіндікті дейді, сен ана жаңағы өзіңе барып шабасың ғой, жаңағы жинаған кезде өнімді бәрін толығымен жинап алып кетпе деген бұйрық бар. Сен оның кейбіреуін жаңағы сол сияқты жағдайы мүшкіл адамдарға тастап кету керексің. Масақ дейді ғой. Масақтар тастап кет, немесе басқа да өсімдіктердің қалдықтарын қалдырып кету керек. Сен түгін қалдырмай жинап алып кетуге сен құқың жоқ. Ол сенің өзіңнің жекеменшік жерің болса да. Себебі сен өмір сүріп жатқан ауылда, сен өмір сүріп жатқан қоғамда жаңағы мишпаттың ішінде сондай мұқтаж адамдар болуы мүмкін. Сондықтан олардың да үлесі болу керек. Керемет, рахмет. Бірақ та тағы да бір сұрақ туындап тұр. Бұл жерде көбінесе білмей істеген күнә болса да деп. Бір жағынан адам өзі істеп жатқан жаман немесе күнә жасап жатқан білмесе, ол қалай ол кінәлі болады деген сондай ой келеді. Құдай алдында. Енді бұл жаңағы кітаптың қайтадан кітап бізге оны ескертпейді. Мысалы айтпайды, түсіндірмейді. Білмей істеген күнәнің неге деген сұраққа жауап бермейді. Бізге кітап тек мынаны ғана айтады. Не нәрсенің күнә және не нәрсенің күнә емес екенін айтады. Ненің арам немесе ненің адал екенін ғана айтады. Сен біліп істедің бе, білмей істедің бе, ол жағы түсіндірілмеген. Бірақ сен білмей істеген кезде сен бәрібір кінәлісің дейді, және сен сол үшін жауап бересің дейді. Бірақ сен білмей істеген күнәңді кейін ертең мысалы бір-екі күннен кейін немесе сол заңды оқып отырып сол кезде түсініп қалсаң, сол кезде оқысаң, сен сол кезде сол үшін барып жаңағы ұсынылатын төленетін құрбандықты әкеп беру керексің. Жаңағыдай ғой, незнание закона не освобождает от ответственности. Дәл солай. Сол сияқты. Бірақ та бұл жерде де білмей болғанның өзінде де Құдай оларға барлық заңдардың барлығын берді, солардың барлығын естіді, тыңдап, соны оқып, сол заңдарды. Мысалға әрбір азамат қандай да бір елде өмір сүрсе, өзінің заңдық бір құқықтарын білу керек қой. Сол сияқты әрбір сол жердегі мәсіхші адамда өз Құдайдың заңдарын түсініп оқу білу керек. Сол себепті де егер сен білмей қалсаң, онда сенің кінәң сол заңды сен өзің оқымағаныңа, білмегеніңе деген сияқты деп түсіндім мен. Мысалы Америка құрама штаттарында, кейбір штаттарда қызыл жанып тұрса да светофорда оңға бұрыла беруге болады. Егер сен ешкімге кедергі жасап тұрмасаң, сен оңға бұрыла бересің. Бірақ кейбір штаттарда ондай нәрсе рұқсат етілмеген. Бізде Қазақстандағы сияқты.
мысалы Нью-Йорк штатында олай бұрылуға болмайды. Қызыл жанып тұрса, сен тоқтап тұру керексің. Мысалы ал Кентукки штатында немесе Айова штатында қызыл жанып тұрса да оңға бұрыла беруге болады. Бірақ енді сол Кентуккидағы немесе Айовадағы адам Нью-Йорктағы заңды білмей келсе, сол жаққа оңға бұрылып кетсе, қызыл жанып тұрған кезде ол бәрібір жаңағы төленетін айыппұлды төлейді. Иә, тура солай. Немесе сол жақта Америкада ұзақ уақыт тұрып келген адам осында Қазақстанға келсе, Қазақстанға келіп сөйтіп қызылға бұрылып кетсе, одан да ешкім сенен сұрамайды, ой, сен Америкадан кепсің ғой, сен бұл заңды әлі оқымапсың ғой деп оған ешкім басынан сипамайды. Керісінше білмей қапсың ғой деп. Иә, білмей қапсың ғой деп. Сондықтан сен дұрыс айтасың, жаңағы бұл жерде заңды білу ол бізге қойылатын талап, ол жаңа сол қоғамға қойылатын талап, ол оны білу керек, ол міндеттелген. Сондықтан мысалы айтады, Иешуаның кітабы 1-ш тарау 8-ші аятында айтады, күні түні осы Таурат кітабында жазылғандарды ой елегінен өткізетін болды. Сонда ғана істеріңде табысты болып даналыққа қол жеткізесің дейді. Сондықтан осы адамның кішкентай кезінен бастап оның санасына құю керек те, оның ненің дұрыс емес, ненің адал, ненің арам екенін. Иә, жақсы, осы жерде тағы да бір 5-ші тараудан бір сұрақ келіп тұр. Құдай неге тек құрбандық емес, күнәні мойындауды және келтірілген зиянды өтеуді де талап етеді? Бұл шынайы тәубе туралы нені үйретеді деген сұрақ. Енді менің ойымша бұл өте орынды талап сияқты Құдайдың қойып отырған. Мысалы Левліктерге 5-ші тарау 5-6 аяттарда біз мынаны оқимыз. Егер адам осы айтылған жайттардың біреуіне сай айыпты болып қалса, ол өзінің қандай күнә жасаған ашық мойындасын. Сол айыбының өтемі ретінде жаратқан иеге арнап күнәнің құнын өтейтін құрбандыққа қойдың не ешкінің ұрғашысын алып келсін. Осылайша діни қызметкер сол адам жасаған күнәсінің арамдығынан тазарсын. Осы ма? Осы аят бойынша ма сұрақ? Иә, осы аят болғанда, бірақ ол жерде құрбандық шалу нәрселер бар. Енді бүгін күнде біз үшін құрбан болған Иса Мәсіх бар. Енді біз міндетті түрде барып құрбандық шалудың бізге қажеті жоқ. Жоқ, әрине, иә, әрине. Күнде қалай осы нәрсеге реагировать ету керек мысалға деген ба? Мысалы былай болуы мүмкін ғой, әрине, егер менің жасаған күнәм қандай күнә? Мысалы былай дейік, егер сіз біреуден ақша ұрлап алдыңыз дейік. Сен бәрінде қауымнан бардың да, қауымнан барып ақшаны ұрладың дейік. Мысалы қауымнан алып 100 000 теңге ұрлап кеттің дейік. Сосын артынан келіп жаңағы күнәңді мойындап айттың дейік. Сен өзің күнәңді мойындадың ба, немесе сен жаңағы бухгалтер ма біреу ұстап алды ма білмеймін. Әйтеуір сен ұсталдың дейік. Енді сен күнәң мойындайсың. Кешірім сұрайсың бағушылардан, қауымнан кешірім сұрадым соны алып қойғаның үшін. Бірақ 100 000 теңге бәрібір әкеп беру керек қой, орнына салу керек қой. 100 000 теңгені әкеп бердің. Әкеп бердің, орнына салдың. Сосын мүмкін қауым ол жерде бір жаңағы тәртіп айтатын шығар, енді уланған немесе сондай күнә жасаған адам 3 ай немесе 6 ай жаңағы осы қызметке араласуға болмайды деген бір үкім шығаратын шығар. Соның бәрін мен өту керек деп ойлаймын. Сосын мына жерде бір қызық нәрсе жазылған, моральный ущерб сияқты тоже үстіне тағы да 5-тен 1-ін қосып беруің керек. 20% немесе 25% кейбір жерінде қосып беру керек. Сол бүгінгі күнде де дәл сол тәртіпті бүгінгі күнде де біз қолдана аламыз өмірімізде. Құрбандық болмаса да біз дәл сол нәрсені қолданамыз. Әрине бүгінгі мәсіхшілерге қазір Иса Мәсіх келгеннен кейінгі заманда өмір сүріп жатқан әрбір мәсіхшіге ешқандай құрбандық әкелудің қажеті жоқ. Бұл жерде біз құрбандық дегенде қазіргі біз мәсіхшілердің өмірінде біз қолданбаймыз, айтпаймыз. Себебі ең басты, ең ғажап, ең жаңағы лайықты құрбандық ол Иса Мәсіхте болды. Біз соған рахмет айтамыз, біз соны қабылдаймыз. Сондықтан біздің өмірімізде құрбандық жаңағы қой әкеп беру, ешкі әкеп беру деген сияқты ол бізге міндеттелмеген. Себебі оның бәрін Иса Мәсіх өзі толтырып қойған. Бірақ біздің өміріміздегі болатын құрбандық ол басқадай болады. Ол біз мысалы кейде ақша қаражатымызбен құрбандық береміз қауымға, немесе мұқтаждарға, немесе біз өзіміздің қызметіміз арқылы, немесе уақытымыз арқылы сондай құрбандықтар береміз. Бірақ ешқашанда бір нәрсенің қанын төгіп ондай құрбандық әкеп бермейміз. Ал енді жаңағы 4-тен 1 немесе 5-тен 1-ін қосу дегенше, мысалы былай болды дейік, көшеде қазір біз бір машинамен соғылып қалдық дейік. Сол кезде де біз жаңағы машинаны толығымен жөндейміз. Жаңағы егер біз кінәлі болып жатсақ, әлгі адаммен келісіп, оның машинасын толығымен жөндеп беруіміз керек. Енді сонымен қатар ол адам да былай айтуы мүмкін, жаңағы моральный ущерб деген бар ғой. Бізге оны да төлеуіміз керек. Оның машинасы 5 күн бойы жаңағындай жөндеуде тұрып қалса, ол жаяу жүреді,
мысалға жұмысына барып келу жолының ақшасы деген сияқты. Иә. Иә, шынымен де осы нәрседе мен оқыған кезде Құдайдың шынымен де өте сондай әділдігін байқаймыз. Жалпы бұл жерде берілген заңдардың барлығы сондай Құдай өте әділеттілікпен адамдарға осы нәрсені берді деп. Мысалы біз осыған дейін айттық, жаңағы білмей істеген күнә туралы айттық, жаңағы леуліктерге 5, 2, 5, 17-де білмей істеген адам егер білмей істесе де күнәлі болады дейді. Кейде біліп істесе де адам күнәлі болады. Бірақ сосын тағы күнәнің тағы да мынандай түрі бар. Әдейі істеген күнә бар. Мысалы әдейі біліп тұрып, ол күнә екенін біледі, оның алдын ала біледі, соны жоспарлайды, сосын барып сол күнәні істейді. Сол кезде қандай құрбандық? Егер осы біз леуліктердің кітабын назарға қойып дұрыстап оқысақ, оның ішінде сол әдейі жасалған күнә үшін ешбір құрбандық ұсынылмаған, ешбір құрбандық берілмеген. Сонда ол адаммен не болады? Мысалы, руларды санау кітабы 15-ші тарау 30-31 аяттарда біз мынандай сөздерді оқимыз. Бірақ тумасынан Исраильдік болсын, не жат жұрттық болсын, әдейі күнә жасайтын кез келген адам сонысымен жаратқан иені қорлайды. Ондай адам халықтың арасынан аластатылсын. Жаратқан иенің сөзін түкке тұрғысыз деп есептеп, өсиеттерін бұзғандықтан ондай жан міндетті түрде аластатылсын. Оның кінәсі өз мойнында қалады дейді. Осыған дейінгі айтылған құрбандықтар адамды егер күнә жасап қойса, оның күнәсінен тазартады, жаңағы оның арамдылығынан арылады деген. Бірақ мына аятқа сай, оның бойында ешқандай құрбандық ұсынылмаған екен. Сол кезде біз қалай болады деген сөз. Егер осыны көріп отырған әрбір адам, сен бар, мен бар, осы жерде жүрген техпрофессионал, бәріміз, әрқайсымыз әрбір адам өмірінде кем дегенде бір рет болсын, бірақ мен сенімдім, бірден емес, әлдеқайда біз көп рет біліп тұрып, әдейілеп тұрып күнә жасадық. Сонда енді біз қалай бұндай күнәден арыламыз? Бұндай күнәнің өтемі қандай? Біз осындай күнә жасай тұра, біз Құдаймен қалай татуласамыз? Бұл жағдайдың жауабы, мысалы, руларды жоқ, Забур жыры, 50-ші Забур жырды ашып қарайықшы. 50-ші Забур жыл бұл қай кезде жазылған? Бұл Дәуіт патшаның өзінің нөкері, өзінің жаңағы бас қолбасшысы Үрияның әйелін тартып алып, Үрияның өзін өлтіріп, сол кезде оны Натан пайғамбар келіп осы күнәсін ашкерлеген кезде Дәуіт пайғамбардың жазған сөздері. Осы соның 9-шы аятында біз мынандай сөздерді оқимыз. Құрбандық қанын бүркіп, күнәмді кешіре көр. Сонда көз алдыңда пәк таза боламын. Күллі күнәмнен мені жуып шая көр. Сонда қардан да аппақ боламын дейді. Қазір енді 18-19 аяттарын оқиық. Құрбандық шалуымды қаламай тұрсың. Өртеу құрбандығында ұнатпай тұрсың. Әйтпесе оларды да ұсынар едім дейді. Ал Құдайға ұнамды сый құрбандық, күнәсіне шын жүрекпен, шынымен өкінген дұру. Шын опық жеп, бағынған жүрекке сен теріс қарамайсың, уа Құдай ием дейді. Осы аяттар, осы әдейі жасалған күнәнің жауабы деп ойлаймын. Осы аяттар ал Құдайға ұнамды да сый құрбандық, күнәсіне шынымен өкінген рух. Жаңағы осыған дейінгі айтылған құрбандықтарда адам кейде күнәсіне шын жүрекпен өкінбейді, таза техникалық тұрғыдан келіп ұсынуы мүмкін. Бірақ шын жүректен сен өкінген кезде Құдайға ең қажеттісі осы. Дәуіт пайғамбар неге осы аятты айтып тұр? Себебі ол түсінеді, ол біледі заңның қалай екенін, әдейі жасалған күнә үшін ешқандай құрбандықтың жоқ екенін. Сондықтан ол осы сөздерді айтып тұр жаңағы Забур жырындағы 18-ші аятта. Құрбандық шалуымды қаламай тұрсың, өртеу құрбандығында ұнатпай тұрсың, әйтпесе оларды ұсынар едім дейді. Сондықтан жаңағы Құдайдың алдында бізге оның алдында осында жасаған әдейі істеген күнәден құтқаратын бізде бір ғана нәрсе бар. Екі нәрсе. Біріншісі ол біздің шын жүректен өкінгеніміз, екіншісі бұл Құдайдың өзінің рақымдылығы. Себебі бұндай нәрсені осындай күнәден құтқаратын тек Құдайдың өзі ғана, Құдайдың өз еркімен ғана құтқарады. Яғни заң бойынша біз одан құтыла алмаймыз. Яғни Құдайдың өз еркімен дегеніміз тек Құдайдың сүйіспеншілігі ғана Құдай адамның осы әдейі жасаған күнәсінен арылталады. Немесе ол әдейі жасалған күнәнің салдарынан тек Құдайдың сүйіспеншілігі ғана құтқарылады. Ал сүйіспеншілік ешқашан еш уақытта заңмен, логикамен түсіндірілмейді. Егер мен біреуді сүйемін, немесе мен осы нәрсені сүйемін, мен осы нәрсені жақсы көремін, себебі деп айтатын болсақ, онда ол сүйіспеншілік емес.
себебі сүйіспеншілік ешқашан логикаға сыймайды. Сүйіспеншілікті, шынайы нағыз сүйіспеншілікті логикаға сыйғызып, оны рационалды түрде түсіндіру мүмкін емес. Ол шын жүректен емес деген сөз. Егер мен былай айтсам, сен қазір жас жігітсің, мысалы сен айтсаң, мен мына қызды жақсы көремін, себебі ол әдемі, ақылды, сөйлегені дұрыс, істегені жақсы, сондықтан мен жақсы көремін. Ал егер ол әдемі болмаса шы? Егер ол мінезі жаман болса шы? Мен оны жақсы көремін бе, жоқ па? Яғни бұл шартты сүйіспеншілік, Ал Құдайдың бізді сүйетіні ол біздің балаға деген сүйіспеншілігіміз сияқты. Мен мысалы өзім баламды, өзімнің балаларымды, ол әдемі болса да, болмаса да, оның мінезі жақсы болса да, болмаса да, ол сау болса да, ол ауру болса да, еш нәрсеге қарамастан жақсы көремін. Ол менің баламның, ол қандай екендігін бұл жерде еш қатысы жоқ. Менің баламның осындай болғаны немесе былай болғаны мені оны сүюге қалай ешбір себепкер емес. Мен өзім баламды сүйетін себебі, ең бірінші себебі мен үшін. Мен сондаймын. Ол менің балам себебі. Сондықтан да Құдай бізді осылай сүйгендіктен біз әдейі күнә жасаған кезде де ол бізді өзінің рақымдылығына бола, өзінің сүйіспеншілігіне бола, біз сол күнәдан арылтып тазартады. Сондықтан біз жаңағы Жохан жазған хабар 3:16 көп айта береміз. Себебі Құдай адамзат өте қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз ұлын құрбандыққа берді. Себебі адам сондай болғандықтан емес, адам бүкіл заңды орындағандықтан емес, немесе адам заңды орындағысы келіп орындай алмай жүргендіктен емес. Жоқ, ең бірінші орында Құдай сондай болғандықтан, Құдай сүйіспеншілік болғандықтан біз осы аяттарды айтамыз, осы аят жазылған. Сондықтан Иса Мәсіх келіп, жаңағы біз айтатын сол, Иса Мәсіх ең жоғарғы, ең қалай толыққанды құрбандық тек Иса Мәсіхте деп. Себебі Иса Мәсіхтегі құрбандық ол ең бірінші орында заң туралы емес, ең бірінші орында ол Құдайдың сүйіспеншілігі. Негізі жалпы осы леуліктерге берілген құрбандықтардың көбі де ол негізі заң туралы емес. Оның басты себебі ол сүйіспеншілік. Себебі осы жаратылыстың басталу кітабында Адам ата мен Хауа күнә жасаған кезде, күнә жасар алдында Құдай оларға ескертеді ғой, егер сендер күнә жасасаңдар, сендер өлесіңдер дейді. Бірақ содан кейін ол жаңа осы құрбандықты ұсынады Құдай, жаңағы береді. Сендер осы құрбандықты арқылы өлмейсіңдер, құрбандық арқылы бірден құрып кетпейсіңдер, жаңағы мен өзімнің жаңағы шынайы сүйіспеншілікті толық көрсеткенге дейін осы құрбандықты қолдана тұрыңдар деген. Яғни құрбандықтың өзі ол Құдайдың рақымдылығының бір белгісі. Шынымен де керемет. Жаңағыдай шартсыз сүйіспеншілік логикаға бағынбайды деген шынымен де ойландырады. Біз көп нәрсені Құдайдың сүйіспеншілігін және енді маған жалпы өте көп сұрақ қойылады. Неге сен мәсіхшісің, неге сен андай, неге осындай деген сияқты. Бірақ сол кезде Құдайдың сүйіспеншілігі туралы айтамын, бірақ адамдар түсінбейді. Себебі олардың қалауы логикамен түсіндіріп бергенді қалайды. Бірақ та шынымен де сүйіспеншілік логикаға бағынбайды. Шынымен де өте терең жауап деп ойлаймын. Рахмет. Құдайдың сүйіспеншілігін өте сондай жоғары түсінуге, бізге ары қарай Құдайдың сүйіспеншілігін түсіне беруге көзіміз ашыла берсін. Мен ойымша бүгінгі подкаст осы тақырыппен өте жақсы болды деп ойлаймын. Рахмет достар. Келесі кездескенше міндетті түрде лайк басып, комментарий жазып, репост жасай кетіңіздер.